Ей, Ақерке, неғып жылап отырсың? Сумкамды ұрлап кетті. Ішіне бір бағалы зат бар ма еді? Жоқ, Онда неғып сонша жылап отырсың? сумкамның іші шашылып жатқан еді. Ұрлаған адамнан жаман ұялып отырмын. Сен де бір жылайтын зат тауыпсың ше. Ей, балам, не болды? Неге жылап отырсың? Бағана атам маған мә баламды 1000 теңге беріп еді. Соны жоғалтып алдым, сол үшін жылап жатырмын. Сен енді ер азамат емессің ба? Ақша үшін жылаған несі? Мә, саған 1000 теңге. Жылама. Рахмет, әке. Yes. Мынау шынды болып қалған ба? Не болды дағы? Неғып жылап отырсың? Бағана атам берген 1000 теңгемен сіз берген 1000 теңгені қосқанда 2000 теңге болатын. Атам 1000 теңгесін жоғалтып алғанға ішім ашып отыр. Маған десің, жылайсың ба, аңырайсың ба? Басқа ақша жоқ. Құры бар иттің баласы. Құры бар. Серік, Ал, ертең мен туған күнім, есімнен шығып кеткен жоқ. жоқ, есіме шыққан жоқ. Маған не сыйлайсың? Әлі ойластырған жоқпын. 3 секундта бірден 100-ге жететін нәрсе сыйлайсың. Таразы ма? Болды, ертең Мас әкеп қандай беремін. тараз? Машина деймін. Машина ма? Жарайды. Қалайсың көркем? Сабағың бітті ма? Я бітті ғой, ертең кітаптар тапсырамыз, шай коньяк білесің ғой? Айтпақшы, сенен сұрайын дегенмін, сенде 5 бар ма? Я бар. Матемнен қаншаға шықтың? 2. Тарихтан қаншаға шықтың? 2. Дүниежүзі тарихтан ше? 2. Қазақ тілінен ше? 2. Сонда сен қай сабақтан 5-ке шықтың? Әнкүйден. Сен немелеге жетісіп ән салып жүрсің? Болашақта әнші бол.